Сүйекеңнің кеп тұрған мақамымен, мұраштың ойнамаймын, ей сақалымен. Жаңарқамның сапанын сұрап отыр, жанына жарты сағат тақалып ем. Шапан деген біздерге не тәйірі, арқаның атышулы ақанып ем. Айтыстан соң бір шапан кигіземін, тең жүрсің құрбысымен, қатарымен. Бүгінгі тарауықта Құдай жазса, тұрасың жаңарқамның шапанымен. Мұрадым бәрі бітіп мен қалыппын, ішіңнен жарты сағат шерді ағыттың. Өткенде Европаға бара жатқанда жездеміздің алдына мен барыппын. Жатқанда аурухана төсегінде жүкеңе дұға тілеп ем дарыттым. Біздікі балды жезде әзілі ғой, оған ақылың жетпейді сен ғаріптің. Әкенің жақсылығы жездеде яқ, менде ерке ұлымын Ермановтың. Аман есен келгені ел ішіне тілеуі емес босы ел халықтың. Мұрадым айтқан сайын өршеленді, ақтарып ішіндегі шершеменді. Оған күәр инатпен шығайып бар, одан кейін мына жұрт сенсе болды. Өз басым жездекемді жақсы көрем, сен емес оны Құдай көрсе болды. Мен ағай қоя салайын осы айтысты, Ерманов ел алдына келсе болды. Мұрадым деген қандай көреген ед, кінәнің бәрін менен көре беред. 20 жыл сахнада сайран салып, халықты қуанышқа бөлеген ед. Бастысы жүкем қайтып келсе болды, ақанып неге болсын көне беред. Мен кетсем тек мендегі өлең өлед, жүкем кетсе киелі өнер өлед. Дауысын маған Құдай берсе әкемнің, көңілін көтеререм сол сәт елдің. Аман жол Сейфуллинға ұқсайды деп, қасында жүргендейсің сен сәкеннің. Тұлғасы ұқсаған мен әужекеңнің, тағдырын берме Құдай өр сәкеннің. Алла маған дәл ондай саз берген жоқ, арқаға көктем келді, жаз келген жоқ. Қай бір жылы ағамды өкпелеткен, бірақ оны өзіме лаж көргем жоқ. Ел алдында сұрайын бір кешірім, мен мұндай мақам менен саз көргем жоқ. Аламанға ат қосып бала күннен, әужекең бәйгіні де аз көрген жоқ. Жеңгем мен жан ботасын жерге беріп, әужекең қайғыны да аз көрген жоқ. Менің қайталамасын ісімді әркім, осыны келе-келе тұшынғанмын. Екі ағамды бір кезде өкпелетіп, 2-3 жыл қарай алмай қысылғанмын. Дәл мендей тақуаны кім көріпті, қателік қылған сайын ысылғанмын. 3 күнде сұралатын кешірімді, 3 жылға шегіндірген мұсылманмын. Жоқтан барды жасайтын бір Аллахым, қалаған құлдарына қылар рахым. Күзден бері жұмыссыз жүрдім дейді, жылауға жырауым жақын отыр, жылауға тым. Үштөбеде жәкеңмен сөйлесейін, мен барда көмек берет бұларға кім? Жолақы қолақыңды төлетеміз, беріле бермегейсің күмән қатым. Атышулы әйгілі молдасың ғой, менен көрі Құдайға дұғаң жақын. 30 күн тарауықта имам болып, түсіріп қайт кетсен қайтет Құран хатыма.